Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте оңай, дәмді, үйдегі бар заттармен дайындалатын қазақша нан палау дайындайтын боламыз. Ертеректе біздің апаларымыз, ол кезде макарон болмаған, макаронның орнына осылай қамырды илеп, оны жайып, майдалап, кесіп, күнге оны әбден кептіретін болған. Сосын кептіріп, қуырып жасайтын болған. Міне осылай қамыр илеп аламыз. Кәдімгі ешқандай несі жоқ, кәдімгі жұмыртқа қосып, етке илеген сияқты етіп қамыр илеп алатын боламыз. Мен енді осылай үлкендеу бір зуала иледім. Егер көбірек жасап қоям дейтін болсаңыздар, онда 2-3 зуаладан жайып, кесіп, кептіріп қойсаңыздар болады. Міне осылай қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, жайып болғаннан кейін қамырымызға жақсылап ұнды көбірек себетін боламыз. Өйткені біз қазір бұл қамырымызды кесетін болғандықтан қамырларымыз жабысып қалмау керек. Сол үшін ұнымызды көбірек қылып сеуіп, кәдімгі еттің қамыры сияқты оқтайдың ортасынан қамырымызды бөліп кесіп шығатын боламыз. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ортасынан кесіп аламыз. Сосын ортасынан тағы 2-ге бөліп, майдалап қамырымызды турайтын боламыз. Міне осылай қамырымызды бөліп алып, дәл осылай майдалап, барлығын бірдей пішінге келтіріп, осылай кесіп шығатын боламыз. Міне мен қамырымның барлығын кесіп шықтым. Енді оны тақтайдың үстіне қойып, үстіне ұн себетін боламыз. Көбірек қылып, ұн себіп араластырып жібереміз. Өйткені біз қазір бұл кескен қамырымызды жайып кептіруіміз керек. Сол кезде, кепкен кезде қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай арасына ұн себеміз. Кейін бұл қамырымыз кепкен кезде ұнның барлығы өзі астында қалып қояды. Міне осы видеода көріп тұрғандарыңыздай бір ыдысымызға кескеніміздің барлығын салып алып, оны бір үлкендеу жерге апарып, жайып кептіретін боламыз. Міне мен осылай дастарханның бетіне барлығын жайып қойдым. Енді бұл қамырымыз біздің бір күнге дейін тұрады. Міне бір күннен кейін қамырларымның барлығы осындай көріп тұрғандарыңыздай кеуіп, ұнының барлығы астында қалады. Сонда біздің қамырларымыз кепкен кезде жабыспайтын болады.
Сол үшін бастапқыда біз қамырымызға ұнды көбірек септік. Міне енді осылай барлығын жинап алып, елегішке салып, жаңағы артық ұндарымыздың барлығын елеп түсіріп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай сақырлап өте әдемі болып кеуіп шықты. Кәдімгі макарон сияқты болады енді. Бұрынғы кезде біздің апаларымыз макарон жоқ кезде осылай өздері қолдан кесіп, осындай нан палау жасайтын болған. Мен де үйде енді көбінесе жасап тұрамын. Менің үйде балаларым жақсы көреді. Макароннан көрі осылай жасағанды ұнатады. Міне осылай көзі қытырлап кеуіп қалады. Барлығының ұнынан ажыратып, електен осылай өткізіп аламыз. Міне сонымен біздің кепкен қамырларымыз да дайын болды. Өте әдемі, сақырлап кеуіп шықты. Енді осыны қазір дайындайтын боламыз. Ол үшін қосатын қоспаларымызды алдын ала дайындап аламыз. Менде ет, картошка, пияз, сәбіз болды. Егер сәбіз қоспасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады. Осылай етімізді майдалап турап аламыз. Пиязымызды, сәбізімізді, картошкамызды барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай майдалап турап шығатын боламыз. Міне осылай қоспаларымызды осылай барлығын турап дайындап қойып қоямыз. Енді жаңағы кептірілген қамырымызды қуырып алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, жаңағы қамырларымыздың бірінші жартысын салып, майымызға жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін қалған бөлігін салып, осылай барлығын жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Астындағы оты қатты болып қалмасын, отын жай қойып, үнемі осылай қозғай отырамыз. Себебі бұл қамыр болғандықтан тез күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін астын жай отта осылай үнемі араластыра отырып, осылай қызартып қуырып алатын боламыз. Міне мен де осылай қызартып осылай қуырып алдым. Барлық шетін үнемі араластыра отырып қуырып аламыз. Міне осылай қуырып алып, енді қуырған қамырымызды бөлек ыдысымызға салып аламыз. Міне біздің қамырымыз қуырылып дайын болды. Енді қазанымызды қойып, оның үстіне майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін осылай етімізді қуырып алатын боламыз. Етімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін оның үстіне пияз бен сәбізімізді саламыз, картошкамызды салып жақсылап қуыратын боламыз.
жақсылап қуырылғаннан кейін оның үстіне осылай суымызды құямыз. Енді жаңағы қуырып қамырымызға шамалап 1 литрдей су құямыз. Су құйып болғаннан кейін осылай қатты емес, жай отта қайнататын боламыз. Міне қайнап, етіміз бен картошкамыз піскен уақытта жаңағы қуырған қамырымызды салып, суға жақсылап араластырып, оның үстіне қайнаған ыстық суымызды құйып, 15-20 минутқа жай отта демдеп қоятын боламыз. Міне сонымен біздің нан палауымыз да дайын болды. Қазір оны ыдысымызға саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, жабыспаған, езілмеген, шашыраңқы болып, әдемі болып пісіп шығады. Сіздерге де кеңес беремін, осылай балаларыңызға жасап беріңіздер. Макаронның орнына осылай қолдан жайып, кесіп, кептіріп жасап берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз. Менің каналымда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Бізге ас болсын, сау болыңыздар.